Рүстем Қайыртайұлы. Қызылорда облысының белгілі ақыны Нұрмат Мансұров. Нұрмат айтсам екен. Шап Рүстем! Ұйқысын бұзған жалғыз ұлттың қамы, түртісін аңыз еткен жұрттың бәрі, сәкеннің тойын тойлап жатырсыңдар, ұрпаққа ұлағатын ұқтырғалы. Сол тойға құстай ұшып бізде жеттік, құрдай боп қызмет етіп тек тұрғалы. Есімін бір күн айтып таусалмайсың, бұл елдің тарихта көп мықтылдары. Сендерді де түсірген сергелденге, қуғын сырғын аштықпен жұттың зары. Арқа дейтін атың бар алаш білген, арқаға артылмай ма жүктің бәрі. Торғадай топырағың ау бір ауыз, сәкенге арман болған тұлқындары. Ассалаумағалейкум сарыарқама, қазақ дейтін халықтың құзғындағы. Самалын анау дейтін саумал иісі, суынан да шығады сүттің дәмі. Азабы обастағы кешелеңнен, төрт көзі түгел аман кеселенмен. Тағдыр бізге бал берсе, бір қолымен у толы кесе берген. Азат күн арайлыдан келген бізге, қуғын сүргін дейтұғын көшелермен. Етегі қанға толған әкелермен, етегі жасқа толған шешелермен. Солардың бейнетінің есебінен біздердің бақытымыз еселенген. Азаттың бүгінгі тәтті күйгі күлгі тыныш ұйқы, әулеттің өтеуі ғой неше келген. Бүгін тойдық екен деп сондықтан да аштықты ұмытпайық кеше көрген. Жүзі нұрға жүрегі жырға тұнған, айналдым Нұрматтайын құрдасымнан. Мен бірден қарсыласқа бұрылайын, айырмай уақыт дейтін қымбатыңнан. Құрдас деп қажап сөйлер досым ғой бұл, 86-шы жылы бұлда туған. Өзің туған Сырдария, өзенінің айналдым балығын сазанындай сымбатыңнан. Жетпенменен күректі қатар ұстап, ол едің қасиетті сырда туған. Мен болсам сырда демес, құлда демес, Семейдің баласы едім, қырда тұрып қырда туған. Күріш суғармасам да сен секілді, мал суғарып шөп шауып ырға тұрған. Қайық мініп сен балық аулағанда, арба мініп ат ерттеп күн батырған. Қырдың ұлы қосылып, сырдың ұлы халықты қарық қылсын бұнда отырған. Қой жем өскен Рүстем қала қоймас, балық жем өскен мына Нұрматыңнан. Арбадан қайтып olsun қырда тұрған, қайығын қалпылт етіп суда тұрған.
Айша жыр жорықта мендір етем, сілкілесіп көрейіп келдір етем. Айтпақшы сыр елінде бар ағайын, Сәкен Сейфуллин дейтін елді мекен. Нұрмат, сен сол ауылда туып өсіп, ақын болып буыпсың белді бекем. Жүлдеден жүлде бермей бір кездері, тақымыңнан көруші терді көкем. Соңғы кез сахналардан көрінбейсің, дарыныңа дағдарыс елді мекен. Бұл айтысқа сап етіп аяқ асты, ойпырмай ел, ойпырмай ойға салдың елді бөтен. Сәкен дейтін ауылдан екен ғой, бұл сапарының себебі белгілі екен. Қазылар осы жағын ескерерде, дәмесі добалдай боп келді мекен. Ауылының атында саудалайтын, сенікі ешкімде жоқ, ерлік екен. Бір осындай ма мақаса бір? Иә. Осымен кісі. Екеуін көп қатар шығып қалса андай не қылатын шығар. Бір адам айтса айта отырған сияқты деп өзгертіп тұрып шығар. Алаштың шақырылып айқай-ау, шартарабы, дабысы бұл жиынның кең тарады. Сәкеннің тойын жасап соңында кел, тарихтың бір жаңғырды сан тарауы. Қандайға татитұғын сөз айтайық, құрттың дәмі секілді сорпадағы. Намысына қызбайтын бейқамендің қамысын су ішінде өрт алады. Атасының абыройын аспандатқан бұл елдің шеттерінен мәрт адамы. Қажырлы боп келеді жас баласы, қазына боп келеді қарт адамы. Қонағына қымызын ұсынатын жеңгелердің қолынан балтамады. Кемпірлері ұзатылар қыз секілді, шалдарының бетінен қан тамады. Жер көлемі ең үлкен облыссың, Қазақияны қарасам картадағы. Даласындай көңілі шалқып жатқан, сыбағадан босамай сартабағы. Ассалаумағалейкум, аман мысың, арқабасы кең халық арқадағы айғай-ау. Шабатын жерге келіп арғымақтай, арғанды қой үрістен салдыратпай. Мені қайық ал өзін арба қылды, отырмын сөзіндегі мәнді ұнатпай. Арбамен қайық қайтып жарысады, әдегенде кеттің ау сандырақтай. Мен айтысқа шығамын анда-санда, ішіме жыр толғанда бал бұлақтай. Бір айда 3 айтысқа шақырылып, бұл құрдас бәріне де барды қайтпай. Денсаулығы сыр бере бастаған ау, дені сау отыр енді әңгіме айтпай. Үрістен мен білетін қуылау бала, түлкінің құйрығындай болғанда ма? Біз жақта бір ауыл боп асқақтап тұр, кешегі Сейфуллиндей тұлғандара. Ел үшін құрбан болған ер Сәкенге осылай беріліпті сырдан баға. Сәкенге Қызылордамның құрметі зор, ескерткіш тұрғызардай жырдандара. Ауылдың атын берсе таппады емес, тарихы тұлғаларға тұнғандала. Ежелден сыр елінің салты сондай, ұлықталмай өзіндегі ұлдар ғана. Сәкенге ұқсасақ деп сол ауылда
қаншама белді екен буған бала. Сол жастардың ағайын біреуімен суырылып шықсаң дейтін мыңнан дара. Қанекей құрметпенен қиқулассаң, қырандай көрінейін шыңнан ғана. Сәкен туған топырақта жарқылдасын, Сәкеннің ауылында туған бала. Қара жер қанаттыға болмайды екен, шарқырып шартарапты шарлайды екен. Ақындардың қырандай күйі келсе, қиялы қияларды самғайды екен. Құрбасына әзіл тастап ал көрейін, Сүбейғап жағамнан алмайды екен. Есіме ескі тарих түсіп отыр, елестеп сен отырсың жандай өтен. Теңіздің толқынындай бұйра шашың, шеттері маңдайыңнан шалғайды екен. Буынсыз қызыл тілін сөйлегенде еріксіз көңілдерді баурайды екен. Әйнектің әр жағынан кесілгенде көзіңе қараған жан жаурайды екен. Сәкенді қаматуға себеп болған қошымың Троцкийден алмайды екен. Дұрыстен көрсетеді кімге сесін, ал бұрмақ жіберіпті кімге сесін. Сәкеннің атын салдың саудаға деп, менің абысынымдай күндесесің. Біз жақтағы сол ауылға барып көрсең, сен онда жақсылармен тілдесесің. Берекесі шалқаған елді көріп, риза болып бақытты күй кешесің. Сәкеннің атын сақтың деп үстем, бір жақты шығармашы мүлде шешім. Алматыда Сейфуллин көшесі бар, онымен жүрсең байым мың кешесің. Ол көшеде қыздар жүр арын сатып, арсыздықтың ұсынып у кесесін. Алдыменен сол жерде түсеп алмай, сен кімге ақыл айтып құн кесесін. Сәкеннің ауылы түгіл жүрсіңдер ғой, дұрыстап ұстай алмай бір көшесін айқайлап. Жер батырып кеудеге шемен еткен, жөн болар көп жағдайды көлем еткен. Сайына Сейфуллина көшесінде жас қыздар жүр жаңасқан кәмел еткен. Соларды кәсіп етіп баз біреулер, харамнан ақша тауып өнер еткен. Әкімнің бір бастама бастап кетті, ол хабарға бүкіл ел елең еткен. Көшедегі қыз саудасын тоқтатам деп, сағын тайып бұйрығын дереу еткен. Енді осы аяқсыз қалмас екен, қиылар етке жатқан бәле көптен. Соны іске асыруға ат салыссаң, үрістен жақсы адам жоқ сенен өткен. Сейфуллиннің есіміне кір жұқтырмай, тұлғасын болар ендер әуел еткен. Сәкеннің сұңқар рухы сілкінер, көшесін тазартсаңдар көбелектен айқайлап. Алматы әлемге ашқан қақпам сынды, ішіне бүгіп талай жаққан сырды. Сол шаһардың атынан кеп қаласын, қалаңа қабылдарсың айтқан сынды. Алаңға қайта-қайта халық шықса, қабырғаға бір жағдай батқан сынды. Көк қағаздан басқаны көрмей тұғын, көп кісіңнің көзінше жапқан сынды.
Бауыржанның орнына Бақытжан кеп, мойнына үлкен міндет артқан сынды. Алматыда тұрады, соны айтып отыр. Күніне бір оқиға орын алып, ел жұртты кезіп жүреді Акбар шулы. Көлікпен қуып жүріп адам баққан, көшеңде жүрген жастар сотқар сынды. Күні кеше автобусқа пойыз соқса, онда да үлкен ашылар гәп сынды. Рүстем-ау не болып кетті өзің айтшы, осындайда көтеріп мақтаусыңды. Әкімі қауысқасын Алматының ақылы да ауысып жатқансында. Өз мақамына. Халыққа шарқырашын бір мақам. Нұрматжан түсінбедің не ондайсың? Әйтеу жеңіп кетсең деп амалдайсың. Ең бір ұзын көшесін сәкен қылған, Алматыны қайбетпен жамандайсың. Алматы десе еске, детесеңіз неге есіңізге, көбелек түсетінін хабарлайсың. Байқаймын 5-6 жыл Алматыға аттың басын бұрмаған адамдайсың. Байбек ағам жайнатып жіберді оны, қазір барсаң басқаша ән арнайсың. Сейфуллин ең бір сұлу көше қазір, атына заты сай деп бағамдайсың. Қыз емес қызыл гүлдер тұр көшеде, жарармайсың дегендей маған қайсың. Гүлге құмар көбелек кездеспесе, түнге құмар көбелек таба алмайсың. Білемін зиялысың, білімділсің, әр сөзің жүрегімді жылындырсың. Сталиннің күндесі Троцкийдің өзінде білмейді екен түрін құрсын. Досыңды көрінгенге тели берсең, басқалар қайтып енді құнын білсін. Ахмет менен Тұрардан аумайсың деп ұстазым айтушы еді бұрын білсін. Сәді келіп тұрғанда Сейфуллиннің үрістің бір ерлігін ұғындырсын. Халқымыздың өз атын қайтаруға тер төккенін әрбір қыз ұлын білсін. Өзі келіп соқтығып сүйгенген соң Рүстем ақ құрдасын сүріндірсін. Киргизді қазақ қылса Сәкен атам, қазақты орыс қылған түрін құрсын. Бір Алла жар болмаса айдандарды, сынақтан шығар қай бір айлан барды. Жарылыс боп біресе қағылыс боп, жамандық шарламай тұр қаймаңдарды. Жақсылық жамандықта пейілден деп, осы сөз күрсінтпейме ойланғанды. Нұрматау қайсы бірін тізіп айтам, көңілім көп келеңсіз жайданғарды. Жолдасын жауға бермес жұрт едік қой, көрсекте не бір нәубет майдандарды. Аты жөнін сұрамай ауқат беріп, аттандырып салушы ед меймандарды. Қазір неге барамыз қатыгез боп, безбүйректік біздерге қайдан қалды. Естиміз біздер екі күннің бірі, жас сәбиді зорлаған хайуандарды. Көлікпен қасақана кісі қағып, жастарда әдет қылды тайраңдауды. Қой өлтірген адамдай қоя бердік, кісі өлтірген қанды қол кей жандарды.
Олар демес біз болсақ бүйіздейміз, мүмін бол мешітте бол жайғандарды. Ең соңғы пайғамбарда түсіп қойған, тезге салған ақ жолдан тайғандарды. Етілөніп көзіміз үйренуде, қалыпты жай деп ойлап ойрандарды. Отоба осы біздің қоғам қазір, күтіп жүрме тағы бір пайғамбар жер. Ұяттың кетер болса беттен нұры, сол болар қадіріңнің кеткен күні. Келешек ұрпақтардан ұят болар деп, сәкендердің шын азап шеккендігі. Елбасының астарлы сөзі бар еді, шіркін-ай, ойласа ғой беттер мұны. Бізден соңғы ұрпақтың бет бейнесі, бүгінгі ісімізден бет белгілі. Сәби аттау болып тұр, түрмелерді көп көреміз шенді мен шекпендіні. Сәби аттау болып тұр, $101 $390 болып кеткендігі. Сәби аттау болып тұр жастарымның, ажырасып жатқаны 4-тен бірі. Сәби аттау болып тұр тіліміздің, тәуелсіз ел болсақ та жоқ теңдігі. Сәби аттау болып тұр аналардың, көшеге шығып жасын төккендігі. Сәби аттау болып тұр қайбір елге, қарызымыз қалыңдап кеткендігі. Дүниеге десек мәңгі тұрақтайық, келешекке кешірім сұратпайық. Ол үшін жаңып осы ұятты жағдайларды тезірек тізгіндейік, бұғаттайық. Ажырасудың баспана бас себебі жастарды үйлі қылып қуаттайық. Күліп алған қарыздың сұрауы бар, қайтаратын адамды жылатпайық. Қарыз деген жұртанған бабалардан, аманаттың ақтуын құлатпайық. Бабалар бетімізді қызартпаса, біздерде ұрпақтарды ұялтпайық. Жырдейтін сақынада бомба жарып, мені жаман қыласың залға жарып. Нұрматау Алматыны сынап кеттің, оның аса тұрған жоқ жанға жарып. Қазақ радиосында журналистен эфирді жүрген елге дарбазағы. Астанада жүрсем де сары елінің, мұңын неге айтпайсың сен назағып. Өктемдік көрсетуде әлі саған, көршіңіз қарайындай маңғазалып. Жыл сайын протонын құлатса да, ұялуды білмей тұр сәл бозарып. Сол протон Францияға құласыншы, жетелеп садақ оқтап сарбаз алып. Ұшылтып жазылмайтын дерт жұқтырып, жазықсыз жүрған жама жан бозарып. Қанша жыл радиода істесең де, осыны бір айтпайсың даңғазағып. Керісінше кептелден кесір жоқ деп, хабар таратасыңдар ханға жағып. Қайталымсың, нанға жағып жүрмесіңдер ма дейді. Кептелдің шын зияны болмас егер, біздің қазақ қалыптау балға жарып. Нұртөр ағам айтқандай мұқып тұрып, неге оны жемейсіңдер, нанға жағып. Жоқ, просто бізде прикол бар ғой, кептеліп қаламыз, нанға жағып. Кептеліп қалған кезде. Үрістен тілдің көзін терең сұғар, шыдаса екпініне емен шыдар. Байқоңырды бетіме
халық қылды, осылай мұқатуға шебер шығар. Кептелді нанға жағып жесек дейді, қой тұрғын ебір өлеңі сенен шығар. Ядролық аймақта туған бала, удың жайын жөнін жоқ менен сұрар. Сұлап жатып күлсеген сүрінгенге, бұл да бір қазаққа тән өнер шығар. Семейде өскен Рүстем сол кептелді, нансызда өзі талай жеген шығар. Қиялды қырғи қылып құс ілейін, құрдасым жырмен айтты пішіп ойын. Аспанымнан у төгілсе амал қанша, қазақтың бұл бір кемшін тұсы дейін. Байқоңырды қақпақыл қып көрішім отыр, тышқанмен ойнағандай мысы ойын. Жезқазғанға Платон жолда құлап, бүлініп жатқан елдің іші дейін. Жерімнің құнарына көз алартқан, мен мұны көп көздердің ісі дейін. Рүстем аунанға жағын жерін келсе, кептелдің несін бұлдап ісінейін. Байқоңырлық ескертіп басшыларға, мен сенің жағдайыңды түсінейін. Уақыты өте тақшы, жұмысы көп, Алматыда жүрет бір кісі дейін. Қол созып жей беретін 2-3 тонна, есігінің алдына түсірейін айқайраға. Әзілде құрдастарға көп қолайды, ел бірақ шындықты айтса деп қалайды. Байқоңырдың жағдайын баяндасам, құямау жанып тұрған отқанмайды. Қарышымның айлағын алған орыс, жалғалған жеріміз ғой деп қарайды. Платонын құлатып қайта-қайта, ауаға есепсіз у көп тарайды. Жерге сіңген кептелінің 1 грамын беріп жатқан өтемақы ақтамайды. Ауаңның тазалығы бұлай тұрсын, далаңның тазалығын сақтамайды. Осыны айтар көкелер үндемейді, ақ отырып алғасын, жайғасып отырғасын аққа жайды. Шырылдап шындықты айтып тоқтараған, кептелдің зарын бір кез көпке жайды. Жоғарыға сыйдырмай жіберді ақыр, себебі ол бет алды мақтамайды. Қарышты сол тоқтарға басқартса ғой, ұлтын сүйген ол ардан аттамайды. Дұшқанға айбақшылар тұлғаларын тұсаулап қолдан билік ноқталайды. Тоқтарларын төменде жүргеннен соң, төбеннен жауған кептел тоқтамайды. Айтқанымның қайғының бірі ғана, Рүстемді сөйледім әлі бала. Бастан асып баратқан қарызды айттың, емес ол 2 ақынның мұңы ғана. Қымбатшылық қоғамға дендеп барат, болып кетпесе екен түбін ала. Менің құным 390 теңге болып деп, доллардағы шалым тұр күліп ана. Базардағы затында қатар ұшты, асыштың ақшасының буырама. Қарапайым халықтың қалтасымен нарық деген келмей тұр ымыраға. Жалақы жәрдемақы қостық дейтін үкімет елдің жайын ұғына ма? Қосқаны құнсызданып жатса дереу, халықтың оған іші жылына ма? Зәліміз шарпаға да, шыныға да, қарызымыз ұлыққа да, ұрыға да. Баспана таба алмай жастарым жүр, болса да астанамыз ірі қала. 5 балаға 1 бөлмелі үй таба алмай, аналар сарайтады ыңырана.
бар дүние аспандап жатыр қазір, жерде жатқан адамның құны ғана айқаяқ. Соққанын көрген кезде сағатымның келеді көп нәрсеге ара тұрғын. Тілдің жайын тіліне тие кетсе, сөзіне демеу болар ел ақынның. Туған тілді туылған сәкендердің ойынан бекзаттықты табатынмын. Батырып тұрады. Солардың өмір жолын қарап тұрса, дейтіндей ұлтым үшін ғана тудым. Ал қазір тілдің жайы түрмеліп тұр, оларма бір шешімін табатын күн. Бұйырса ұлтаралық тіл болсақ деп өз өзімді мен алдап телеатырмын. Ана тіл азап шегіп тұр ойғазы, кесірінен даңғойғыз дара қылдым. Өтті өмірден ақселеудей ағыз ағам, ол кісідей тілдеске салатындым. Балалар орысша сөйлей бастағанда, аузымды шайып кел деп қағатындым. Әрбір әке осындай болса шіркін, бастауында тұрардай бара қылдым. Отбасында тәрбие дұрыс болмай, қайырылғанын қарашы қанатымның. Бүгін министр әкім мырза шекпенділер, әшейінде болып жүр кен ақылдың. Дүниенің бәрін біліп тілдегенде, сарқылғанын қайтейін сауатымның. Аузын шайнай өскендер билікті кеп, аузын ысып тұрғай ана тілдің айқайлап. Құрдасам, саған қайта жақындасам, күйген ұлсын айтыстың отындасам, қасқадан төбе шыққан күйігімен бәйгеден жүлдесіз жеп атын қашам. Шарпысқан ақындарға шыдатпайсың, біреуден қайтып еді дәтін қашам. Отбасылық жақында айтыс болып, Алматы төрт ұсынап ақынғасан. Сен сонда әкеңменен жұқталыпсың. Жарар ет айналайын ақырмасан. Әкеңмен қалай ғана айтысасың. Екі арақы өтпейтін тату болсаң. Әкеден бала ширек кем туады, балаңның сөзін айттым мақұлдасаң. Қарсылас шыдатпайтын бір үстемім, көрейін осы жолы опынбасаң. Алматыда мәселе болды. Сен айтысып әкеңді жеңе алмассың, көмектес деп мамаңды шақырмасаң айқаяға. Айтып, жаттап келген. Әкесі мынау қалай жеңеттеп тұр. Басына бұлай қалай кенеттеп тұр. Әке ұрса балаға ол да достық, абай сөзі ұрпаққа қорек боп тұр. Сол абайда жеңбеген Құнанбайды білесің тарихтағы деректі өткір. Бүгінде әкелерін сыйламайтын, барлық уайым санасыз бөбек боп тұр. Беттен алып арсылдап ата-анаға өзгешілі өзіне төбет боп тұр. Қажылыққа апару бұлай тұрсын, қарттар үйіне сүйреп дедектеп тұр. Тұрмақ болса әкеңді жеңу үшін, мамаңнан керек шығар көмектеп тұр. Басқа айтысқа жеңемін деп барсам да, ол айтыста бағытым бөлек боп тұр. Әкесі сыйламайтын әлгілерге бір үлгі көрсетуге себеп боп тұр. Ел мен жұрттың көзінше өз әкеммен жер болып жеңілігім керек боп тұр. Қайтшы болды, білет. Алашқа қызмет етіп аласыра. Сәкен туралы айтып, қорқынышты.
Осыны айтып отыр. Шеше тұрмақ. Қарамай тағдырының даласына Тұрмаққа шеше тұрмақ. абайды сұлдым деген Шын сөйлесті кеу. ұлылардың жете алмай жүрміз әлі бағасына. Сынықтан сылтау тауып сәкеннің де кір жақсан дейтіндер бар жағасына. Әрбір ақын сәкенді себеп қылып жырлар бүгін таудан да арасына. Мен қазір бір-ақ мысал айтпақшымын сөзімнен сынағағып арасына. Экранда Мен ой өзімді сияқты шыдамды клиент сөйлесімді сияқты арқауын бетпақ дейтін даласына. Тамыры тереңдегі сол шөптердің таңғаласын жазғысы саласына. Түйенің өлтірмейтін жалғызасы шөл қысып таусылғанда шамасы да. Жаны сірі сол шөпті ұқсатамын Сейфолланың сәкендей баласына. Тамырын терең тартқан тек тағаны қимаймын кімнің болсын жаласына. Азығын болайын деп өлген жан ғой атан түйе секілді алашына. Қымыздан басқа сусын құймайды ол. Керек қой келіп түскен үйді айтты ол. Достан кем отыр? Өмірлердің көңілін бір көтеріп шаттығына шаттық қос ширайтынып. Менің ұлы даламда байлық көп қой, менделейге сесіне сыймайды ол. Айнасы көп болғанмен сол байлықтың зияны да талайға тидай күніп. Алтын қымбат болғанмен періштені алтын қымбат болса да періштені жолдан тайып нәпсісін тимайды ол. Қорғасын мұрыс сатып қомдансаң да оқ қайнаса өзіңді қинайды ол. Грамы миллион тұрар аралмасын қасына қан төгістер жинайды ол. Уралап уран саттым дегеніңмен жарылса жарты қалан қирайды ол. Өмірден тәуір байлық өмірім жоқ, жан біткен жамандыққа қимайды ол. Жалғызақ қасиеті бар оның өзі, жанына тек жылылық сыйлайды ол. Ұмытпайық ағайын, балалар менен жұттарды. Арыстардың бастарын арыстаннан шыққанды. Естілдардың орнына ессіз құлдар шыққанды. 20 минут ішінде сәкенге үкім шығарып, әзбасын көңге тыққанды. Аманат артып ойнына аман қалдырды мұқтарды. Қазақтықтарға ассам деп кәсаптар жүрді ықпалды. Арқаңда үзіп ойныңнан Алла тек сондау құтқарды. Қазақтай көмбіз ел бар ма, қозақтан шыққан тірі боп. Жуаннан жуан айтпаспын, тірілдің өліп мың рет. Енді бәрі ағайын ел басшысының мойнына елінің артар жүгігін. Бейбіт күннің өзінде берекеңді алатын бериялардың күрігін. Қазақты қазақ сатылған, қасада тұрып атылған, сақтасын елді құдірет. Азаттықтың қадірін білмесең халқым ірі боп, амал жоғында ағайын, сорлап бір жеткен күніңнің ей, соқыр тиында тұрмышыңа Бітір, бір қайырда бітір. Құрсын, аңыратпай. Күрестен жырлағанда жан салады, әр сөзінен еселді таусамады. Осыменен алғырдас қоштасайық. Мазасын алдыңдар, біледі. Сабыр етіп тұралсаң сен шамалы.
Сәкенді жырлағанда елмен халық елексіз өлеңіңе қол соғады. Бір сырлы сегіз қырлы сәкен ғой ол, ақындар қалай айтып таусалады. Сәкен десем аханым еске түсіп, ірілеп, көңілім ірілекке тамсанады. Сәкен атам билікте отырғанда, кейінге өзі олар жол салады. Ахмет Байтұрсынның 50 жылдық мерейтойын жасауға жар салады. Ол кез бір сәл солақай саясатпен ахаңның басын мұнар шалқадады. Бас баяндаманасында өзі жасап, ахаңды ғылымдағы хан санады. Сәкеннің сол үлгісін жалғайтындай, апырай азаматтар алқадағы. Асқат Аймағамбетов министр боп, мойнына үлкен міндет арқалады. Соның ғана алдында Сағадиев деген дәу әліппені жау санады. Әліппені санадан сылып тастап, сауат ашып оқы деп шалқалады. Осы елдің асқатында атқа мініп кесірлі бұтақтарды балталады. Әліппені қайта кетпелем деді, балу жанған балаға партадағы. Қайтадан тамырына жалғанғандай, жүзінен бүлдіршіннің қан тарады. Ахаңның аманатын ардақтаған, айналдың асыл ерлер арқадағы айқайады. Финалға дайындағандар ба? Үрістен сен баяғы бабындақсың, үлгілі үрдісіңнен жаңылмапсың. Осымен қоштасайық кел құрдасың, бәйгеде шара берші арындапсың. Жақында 3 бөлмелі үйлі болып, қуаныштан қуанып жалындапсың. Әйелің мен қызыңның алдындағы азаматтық міндетті орындапсың. Кішкентай сәбилерді көбейтіп бір келіншегің сол үйдің шамын жақсың. Өзіңе жантаятын жер таба алмай, отауында ұлғыздарын толып жатсың. Ауырым Алматының көшесінде үйін іші пробка болып жатсың айқайлады.